Баланың санасына ұлттық құндылықтарды сіңіруде жасанды жадының рөлі қандай? Нейрожелі арқылы арнайы тренинг өткізіп, ерекше ойын түрлерін қолдануда мақсат еткен семинар Алматының Бостандық ауданына қарасты нөмір 90-шы балабақшада өтті. Басқосуда бүлдіршіндердің бойына ұлттық құндылықтарды сіңіруде инновациялық тәсілдердің маңызы талқыланды. Тәрбиеші педагогтар іс-шарадан жаңа идеялар мен кәсіби шабыт алып тарқасты. Бұдан бөлек әкелер мектебі жобасы таныстырылып, оның бала тәрбиесіндегі рөлі мен жауапкершілігі де сөз болды. Биылғы жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект жылы деп жариялағандықтан, балабақша тәрбиесінде жасанды интеллектті пайдалану арқылы ұлттық құндылықтарды дамыту мақсатында біз педагогтарымыз өз үлесін қосып жатыр. Балалардың бұл тілін дамыту және жеке тұлға болып қалыптасуына өз үлесін қосады.